Словакиядағы студенттің бір күндік өміріне шолу. Осылай сағат 7:30-да үйден шығамыз, есік өзі жабылады. 6-шы этажға лифтімізді шақырып, бірден түсіп, подъездіміздің есігін тыңқ деп тұрып ашып, далаға шығамыз. Маған бұл жақтың табиғаты қатты ұнайды. Бұл біздің көршіміздің иті. Әдемі. Жалпы словактар иттерді қатты жақсы көреді. Бұл Трнаваның негізгі алаңы, Троичный наместье деп аталады. Бұл жақта Рождествоға дайындық жүріп жатыр. Шыршалар өте әдемі. Бұл менің университетімнің корпусы. Мен философский факультетте оқимын. Яғни менің факультетім негізгі факультет болып саналады. Мартинкович Марцель, менің мұғалімім, керемет мұғалім. Презентациямды айттым. Содан соң университеттен кейін алаңға қайтып бардық. Жанды дауыстағы музыка тыңдадық. Содан соң словактың тәттісін жедік. Трдельник деп аталады. 5 евро алдық қой. Но дәмі керемет енді, ұнады. Очень вкусно. Содан соң Украин бауырларыммен университеттің общагасындағы спортзалға бардық. Студенттерге бесплатно болды. 1,5 сағат әдемілеп тренировка жасап, үйге қайттым. Трнава кешке өте әдемі. Осылай біздің күніміз аяқталды.